Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай үш-ақ қана ингредиенттен жасалатын өте дәмді, ерекше, оңай дайындалатын осындай картофельный шарики жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: жұмыртқа, ұн, колбаса, сыр, дәміне қарай тұз және де картоп қажет болады. Ең алдымен біздер картопты суға пісіріп аламыз. Бізге орташа 3-4 картоп жарайды. Содан соң оны жақсылап вилканың көмегімен, я болмаса блендер болса блендердің көмегімен жақсылап барлығын біркелкетіп езіп алатын боламыз. Ешқандай түйіншік қалып қоймауы тиіс, жақсылап барлығын еземіз. Содан соң дәміне қарай тұзды саламыз, оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Егер де сізде бір жұмыртқа аз десеңіздер, оның үстіне тағы біреуін қоссаңыздар болады. Біздің масымыз қоймалы жын, кішкене сұйықтау болуы тиіс. Мінекей достар, біздер дәміне қарай тұзын, содан соң жұмыртқамызды салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Ал ендігі кезекте колбасамызды саламыз. Жақсылап түрпішлеп туралған колбасаны, содан соң оның үстіне ұнымызды салатын боламыз. Мен барлық ингредиенттердің мөлшерін описаниеге жазатын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Мінекей достар, барлығын салып алдық. Ендігі кезекте жақсылап барлығын араластырып аламыз. Барлығын араластырып алған соң, осылай видеода көрсетілгенде, шамамен бір үлкен қасықтай смесімізді алып, содан соң оның ортасына сырымызды саламыз. Түрпішлеп туралған сырымызды саламыз. Жақсылап оны дөңгелек шеңбер жасаймыз. Біздің сырымыз осы картоптың ішінде тұруы тиіс. Мінекей, достар, видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Содан соң оны жұмыртқаға батырып аламыз. Одан кейін оны панировочный сухариге, яғни кептірілген нанға тағы да аунатып алатын боламыз. Мінекей, ендігі кезекте осылай кептірілген нанға аунатамыз. Ол бізге қазір қуырылған кезде жақсы болып шығу үшін, сол үшін осы кептірілген нанды қолданатын боламыз. Осылай барлық шариктерді жасап шығатын боламыз. Шамамен бізде 15-20 штук шариктар шығады. Ендігі кезекте қызып тұрған майға осылай жасаған шариктарымызды салып, біздің шариктарымыз қызарғанша барлық жағына аунатып, майға қуырып алатын боламыз. Шамамен 5-6 минуттай қуырамыз. Яғни біздің шариктарымыз қызарып, қызғылт түске енуі тиіс. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Достар, осыны міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ұнайды деген үміттемін. Ас болсын, сіздермен болған Айжан.